Басты ақпараттық арнан тікелей эфирінде күн тәртібі бағдарламасы. Студияда мен Жансая Қожахмет. Қымбатты көрермен, жеке тұлғалардың банкроттығы бүгінгі күн тәртібіне шығарған тақырыбымыз. Ендеше бүгін біз жеке адам өзін қалай банкрот деп жариялай алады? Соның негізінде банкрот деп танылса, кредиті кешіріле ме? Неге біз кредит алуға әуеспіз? Міне дәл осы тақырыптарды студиямызға шақырған қонақтарымызбен талқылаймыз. Ендеше бүгінгі күн тәртібінің төріндегі спикерлермен таныс болыңыздар. Бүгін бізде қонақта Арман Нағашыбаев заңгер, Астана қаласының заң консультанттары палатасының мүшесі, қаржы басқарушы. Қош келдіңіз. Бүгін біздің төрімізде қонақта Балғын Серікқызы, Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті дәрменсіз борышкерлермен жұмыс басқармасы басшысының орынбасары. Қош келдіңіз, көргенімізге қуаныштымыз. Және экономист Жанат Нұрғалиев біздің төрімізде. Қош келдіңіздер. Қымбатты көрермен, естеріңізге сала кетейік, біз тікелей эфирде жұмыс жасаудамыз. Бізбен Zoom арқылы Алматыдан тікелей байланысқа бағдарлама барысында қосылатын Әсел Әуелбекова, Сана қаржылық сауаттылық және инвестициялау мектебінің басшысы. Әсел ханым, байланыс бар ма? Қалай естіп тұрсыз? Байланыс бар, естіп тұрмын. Жақсы. Сәлеметсіз бе? Және Бибінұр Шералиева, Қазақстан Республикасы қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі жанындағы қаржылық сауаттылық және алаяқтыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі сараптамалық кеңес мүшесі. Бибінұр ханым, көріп естіп отырсыз, бәрі дұрыс? Жақсы естіліп отыр. Ендеше бағдарлама барысында сізге қосыламыз тікелей байланысқа. Әсілі қымбатты көрермен, қымбатты спикерлер, қарап тұрсақ, Қазақстан халқы кредит, несие алуға әуес. Неге деген сұрақ туындайды? Сөзім сүйекті болсын десеңіздер, нақты дәйек келтіре кетейін. Өткен жылдың қорытындысы бойынша 8,9 миллион қазақстандық азаматтардың кредиттік ұйымдардың алдындағы берешегі 22,7 триллион теңгені құрайды екен. Осы ретте алғашқы сұрақ: неге біз кредит алуға әуеспіз? Экономист маманнан сұрақшы. Және кредит алғыш халықтың экономикасы қаншалықты жоғары деңгейде болады? Ол өте өткен мәселе болып жатыр. Енді жалпы 20 триллион теңге тұтынушыларға несие бар бізде да сол. Оны экономиканы қарастырақ, ол өте қиын мәселе. Енді қазіргі кезде халықтың жағдайы нашарлау болып жатыр. Сол табыс аз алынған кейін олар енді өздеріне қазіргі кезде шешілетін мәселеге сол несиені алып жатыр. Олар күтпей сосын қашан табыс көбейтсе сосын Бірақ қараңызшы, сөзіңізге кереғар болсын, көбіне қазақстандықтар тұтынушы мақсатында, тұтынушылық мақсатта кредит алады екен, е? Ол шағын және орта бизнеске емес, ол тұтынушыларға. Жеке тұлғалар, өздері 49,1% кепілсіз тұтынушылыққа, 27,8, яки негізгі мәселе дейміз оны, баспана мәселесі, ипотекаға 27,8-де, ал енді автокөліктерге, яки автокредиттерге 14,1% жұмсайды екен. Қарап тұрсақ, көбіміз тұтынушылық бағытта кредит аламыз. Ал енді осы банкроттық мәселесіне тоқталатын болсақ, негізінен бүгінгі тақырып жеке тұлғалардың банкроттығы. Қымбатты спикерлер, қараңыздар, заңды тұлға егер банкрот болса, түсінікті, кәсібі мүлде жабылады, бизнесі тоқтайды, шығынға батқан растайды да, ол өзін банкрот деп жариялайды. Ал енді жеке тұлға өзін банкрот деп қалай жариялай алады? Балғын ханым, енді сізден бастасақ. Мынау басында айтып кеттік қой, негізі осы заңды енгізгендегі ең басты мақсаттардың бірі осы шамадан тыс кредиттелуді түсіру еді. Осының себебі біздің халқымыз тым көп, өзінің шамасынан көп кредит алып қойған болатын. Енді ол жаңағы өзінің табысы мен шығысын дұрыс жоспарлай алмағандықтан болар. Және де мынау бүгінгі күнде көп нәрселерді жарнамасы көп қой. Мысалы, iPhone ал, ананы ал, мына жаққа мысалы шетелге барып кел, демалып кел деген сияқты. Сондай жарнамаларға, жақсы өмірге жеңіл қол жеткізу
Көрсе қыздарымыз ба сонда біз? Мақсатында енді сол себепті енді бүгінгі күннің, былай қарасаңыз, бүгінгі күнді орысша айтқанда образ жизни дейді. Енді сол өмір талабы, мына күнделікті талаптар, адамның талаптары өсіп жатыр да, бірақ сол талаптарын өздері қанағаттандыруға мүмкіншіліктері жетпей жатыр. Және ол адамның талабы, былай қарасаңыз, күннен күнге өсіп, расында мына өзінің өмір сүріп жатқан ортасына сай емес. Мысалы, талабы өзінің өмір сүріп жатқан ортасына сай емес. Одан көп нәрсені қажет етеміз. Соның барлығына жеңіл қол жеткізгіміз келеді, сондықтан осы кредитке жүгінеді деп ойлаймын. Несиені, кредитті біз тегін беріп жатқандай көреміз де, төгіп аламыз да, содан кейін оны жыл бойы арқалаймыз. Және де мынау несиелерді беру процесі өте жеңіл. Онлайн, мобильді түрде, үйде отырып, тіпті мысалы жас өспірімдер, жас балалар мысалы 20-21-де ол студент болсын, олардың өзіне осы кредиттерді алу өте қолжетімді болып кетті. Қазір енді осы төңіректе зерттеу жұмыстарын жүргізіп жүрген Алматыдан бізге Zoom арқылы қосылатын Әсел ханымды тыңдап көрейікші. Бұл кісі сана қаржылық сауаттылық және инвестициялау мектебінің басшысы Әсел Әуелбекова. Әсел ханым, біздің білуімізше, сіз еліміздегі халықтың негізі қаржылық сауаттылығын зерттеп жүрген мамансыз. Осы төңіректе бірталай мақала жаздыңыз, зерттеп жүрсіз. Сонда біздің елдегі азаматтардың қаржылық сауаттылығы төмен болып тұрғаны ма? Қазіргі уақытта қаржылық сауаттылығын деңгейі өсіп жатыр. Бірақ та көптеген мақалалар шығып жатыр, көптеген біздің мемлекеттік программаларда, бағдарламалар бар. Оған қарамастан біздің мәдениетте ұзақ уақытқа жоспарлау деген мәдениет жоқ, сондай культура жоқ біздің халықта. Сондықтан барлығы тек қана бір айға, бір-екі айға, жылдың соңына ғана жоспарлайды. Сол уақытқа ғана ойлайды. Сол несиені алғанда осы ендігі айда осы бір төлемді төлей аламын ба, жоқ па деп соны ғана ойлайды да, 15 жылдық несие алғанда, оны 15 жылмен қалай төлей аламын, ертең балаларым болғанда оғанда тағы да шығындар болады деп, соны ойламай кредиттер ала береді, несиелерді ала береді. Және де мен осы спикерлермен тыңдап, олармен кешірім, мен қазақ тілім онша емес, поддерживаю, қабылдаймын олардың да. Қолдайсыз, қолдаймын. Неге айтсаңыз, біздің мемлекетте кредитті тез береді. 15 минутта ғана несие алуға болады. Бірақ басқа шет елдерге қарағанда оларда день тишины дейтін практикалар болады. Сен кредит алар алдында уже бәрі сізге банк саған өзінің растауын береді, бірақ бір күн сен ол ақшаны ала алмайсың. Саған тағы да банк бір күн ойлау үшін береді. Бізде тез сенің кірістерін бар ма, жоқ па, соған қарамастан 18-ге толдың ба, 21-ге толдың ба, кредиттер беріле береді. Және де адамдар, олар біз эмоцияға беріліп, импульстік бір сторис көріп, біреуде рилс көріп, біреуден бірдеңе көріп, көршілерден бірдеңе көріп, бірдеңе соған тап болып алғымыз келеді. Тез қызғамызда, тез шешім қабылдаймыз. Банкта бізге тез бере қояды. Рассрочканы тез банктерге пайдалы ғой, сол тез ақшаны беруге халыққа. Сосын Әсел ханым, рахмет сізге. Рахмет. Бірақ адам үшін ол жаман. Рахмет, ойыңыз түсінікті. Бізбен байланысқа шыққаныңыз үшін айтар алғысымыз шексіз. Расымен де тез қызығамыз, жылдам жарнамаға. Қазір өзі импульстік кредит, импульстік кредит, импульстік тез сатып алу жағдайындамыз ғой. Ал енді жеке тұлғалардың банкроттығына келетін болсақ, бұл енді түсінікті. Біз енді басынан алып келе жатырмыз ғой. Бұл осының барлығы банкроттылық та бәрі келіп жаңағы қаржылық сауаттылыққа тіреледі. Қаржылық сауаттылықтың болмауының әсерінен жеке тұлғалар өздерін банкрот деп таниды. Осы банкрот деп танығанда қазір біз әлеуметтік желіге осы тақырыпты береміз деп жариялаған кезімізде көп адамдардың сауалы: егер мен өзімді банкрот деп танысам, банк алдындағы не басқа да қаржы ұйымдарының алдындағы қарызым бірден кешіріле сала ма дейді.
Мынау енді ресми түрде заңның атауы Қазақстан Республикасы азаматтарының төлемге қабілеттілігін қалпына келтіру және банкроттығы туралы делінген. Бірақ дегенмен халық ортасында жеке тұлғалардың банкроттығы деп қана аталады. Бұл жаңағы ел халқымыздың көбінесе сол банкроттық рәсіміне қызығушылығы бар екенін көрсетіп тұр деп ойлаймыз енді. Банкроттық енді заңмен банкроттықтың екі түрі ұсынылып отыр. Ол соттансыз банкроттық рәсімі және сот арқылы банкроттық рәсімі. Енді аттарына сай, соттансыз банкроттық рәсімі соттың қатысуынсыз өтетін рәсім, ал сот арқылы банкроттық рәсімін соттың шешімімен қолданылады. Бұл 5 миллионнан астам қарызы болса, бүгінгі күнде 6 миллион болып 6 миллионға 1600 айлық есептік көрсеткіш. Енді 25 жылдан бастап айлық есептік көрсеткіштің 3932 теңгеге дейін өсуіне байланысты ғой. Мысалы, соттансыз банкроттық рәсімін қолдануға арыз берушілер, өтініш берушілердің саны бірталай едәуір көп. Себебі бұл рәсім жеңілдетілген және де бұл рәсім ешқандай шығындарды талап етпейді. Яғни тегін мемлекеттік қызмет ретінде жаңағыдай көрсетіледі халыққа. Бұл рәсімді қолдану үшін азаматтың банктер, микроқаржы ұйымдары, коллекторлық агенттіктер алдындағы қарызы 1600 айлық есептік көрсеткіштен аспауы тиіс, және оларды 12 ай бойы төлей алмай жүруі керек. Сонымен қатар атында ешқандай мүлкі болмауы керек. Енді егерде жаңағы банктер, микроқаржы ұйымдары алдындағы қарызыңыз 1600 айлық есептік көрсеткіштен асатын болса, немесе сіз басқа да жеке тұлғаға, мысалы көршіңізге қарыз болсаңыз, немесе басқа ұйымдарға қарыз болсаңыз, немесе атыңызда мүлік болса, онда сот арқылы банкроттық рәсімін қолдануға болады. Бірақ бір айта кетерлігі, егер адамның атында үйі болса, ол кепілдікке қойылмаса, үйді алып қоймайды, үйді алып қоя ма? Ол сот арқылы банкроттыққа барады біріншіден. Екіншіден, бұл егер жалғыз тұрғын үй болса, және ол кепіл мүлкі болмаған таңда, онда мұндай мүлік сот арқылы банкроттық рәсімі аясында сатылуға жатпайды. Ал енді қараңыздаршы, бұл масылдыққа алып келіп, елдің арасында мен несиені үйіп төгіп алып, одан кейін мен банкротпын деп отырсам, барлық банктер менің қарызымды кешіре салады деп отыруға келмей ма? Заң аясында олар бір жауапкершілікті арқалай ма? Осыған тоқталайықшы, заңгер мырза. Жауапкершілігі бар. Олар 3 жылдың банкрот мәртебесі беріледі оған. 3 жылдың ішінде оның бүкіл кірістерін қарайды. Қандай кірістер бар? Допустим, ол банкрот болады, бүкіл өшіріледі, тоқталады кредиттер, и ол алады да счетына 100 миллион салады, образ. Содан если контроль болса, қараса, если ақша түссе, 10 миллион, 5 миллион, 100 миллион, сол тоқталады банкрот. Демек, жеке тұлға банкрот деп танылмайды. Тағылмайды. Неге? Почему? Потому что ол сондай заң. Қараңызшы, жаңа нақты кейспен айттыңыз ғой, контроль болады. Банкрот деп танылды жеке тұлға, одан кейін оның счетына ақша түсті. Ақша түссе, мүлік болса, тоқталады бәрі. Мүлік пен ақшадан банктердің алдында қарызы алынып тасталына ма? Қалай ол? Есептеле ма? Жоқ, атмен болады, банкроттың. Мысалы былай ғой. Демек, ары қарай төлей контроль бастайды. болады. Мысалы банкроттық рәсімі жүріп жатқан бетте, ол кісінің атына, шотына жаңағы қарыз сомасының 30%-ына жететіндей ақша түскен болса, онда рәсім тоқтатылады. Яғни өзі рәсім 6 ай жүргізіледі. Сол рәсім аяғына дейін жеткізілмей тоқтатылады. Жаңағы жеке тұлға банкрот деп танылмайды. Егерде бұл рәсім бітті делік, мысалы 6 ай бойы рәсім өтті, содан кейін жеке тұлғаны ең соңында банкрот деп таныды, бүкіл банктерге жаңағындай ол шешімін жібереді, мені банкрот деп танылдым, қарыздарымның бәрін кешіріңіздер деп. Содан кейін 3 жыл бойы егер бұл кісі өзінің атына мүлік алатын болса, онда мына уәкілетті орган, мемлекеттік кірістер комитеті, ол туралы ақпаратты кредиторға жібереді.
жаңағы алдында мысалы Каспий банктен алдындағы 2 миллион қарызды кешірген болатын болса, ал мында жаңадан көлік алып отса, мысалы құны 5 миллион, 10 миллионның көлігін алып отса, жаңағы кредиторға ол туралы хабарлама жібереміз. Сол кезде ол кредитор жаңағы ол кісіні алдында осыдан 3 ай бұрын банкрот деп тану туралы шешімнің күшін жою туралы сотқа жүгінуге құқылы. Енді бұл жерде заң деген негізі бүкіл тараптардың мүддесін қорғауы тиіс. Тек мысалы кредит алып төлей алмай қалды екен деп тек борышкерді ғана, немесе кредитті берді ғой, енді ол міндетті түрде оны өндіріп алу керек деген сияқты бір жақты ғана болмайды. Сондықтан осындай бақылау тетіктері қарастырылған заңда. Ал егер ол кейін алған, сіз айтқан жаңағы кейске байланысты, кейін алған көлікті өзінің әйеліне, анасына, әкесіне рәсімдеп тастаса ше? Енді анасына, әкесіне рәсімдеген әрине біз оны қадағалай алмаймыз. Бірақ егер жұбайына рәсімдеген болса, бұл ортақ мүлік болып есептелінеді. Бұл да қаралады. Заң аясында қарастырылады. Қазір біздің әріптестеріміз осы тақырыптың аясында әзірлеген сюжеті бар екен, соған зер салайық, кейін қызу талқымызды жалғастырамыз. Банктерден бәленбай теңге несие алып, берешегінен құтыла алмай жүрген қара халықтың саны аз емес. Жағдайды реттеу үшін 2023 жылы елде банкроттық туралы заң қабылданды. Құжат күшіне енген 1,5 жылдың ішінде 17.800 азамат банкрот деп танылды. Сөйтіп қазақстандықтардың 54 миллиард теңгеге жуық қарызы кешірілді. Ескертетін жайт, банкрот деп танылған азаматтар 3 жыл бойы мемлекеттік кірістер департаментінің жіті бақылауында болады. 5 жыл бойы несие рәсімдей алмайды, қайта банкроттыққа өтініш тек 7 жыл өткеннен кейін ғана бере алады. Жалпы елімізде дәл қазір 9 миллионға жуық қазақстандықтың басында несие бар. Кредиттік ұйымдар алдындағы берешек 22 триллион теңгеге жеткен. Қарап отырсаңыз, аз ақша емес, 20 миллион халықтың тең жартысының басында қарыз бар деген сөз. Ал сол қарыз алушылардың несие портфеліне келсек, 49% кепілсіз тұтынушылық кредиттерге берілген. Яғни мақсатты қарыздарға қарағанда қажеттілік үшін алынған қарыздың үлесі тым көп. Ипотекалық несиенің үлесі 27% болса, автокредиттер 14%-ды құраған. Соңғы уақытта елде алаяқтық жолмен онлайн несие рәсімдеу фактісі де жиілеп кетті. Қаржы алаяқтығының деңгейін төмендету мақсатында Қазақстанда несие алудан ерікті түрде бас тарту шарасы да енгізілді. Соның нәтижесінде қазір 920 мың адам несие алудан өз-өзін шеттеген. Осы ретте экономист мырзаны, Жанат мырза, өзіңізді әңгімеге тартсамын деп отырмын. Жоғарыда естідік қой, Әсел Әуелбековамен байланысқа шыққан кезде ол кісі айтты, шетелдік тәжірибемен салыстырғанда бізде тез береді деп банктер несиені. Бір күнде, тіпті бір күн емес, 1 минутқа жетер-жетпес уақытта шотыңа ақшаны аудара салады. Ал шетелдегі тәжірибемен салыстыратын болсақ, ол жақта бір күндік үнсіздік беріледі, бір күн сізге ойлануға мұрша беріледі деп. Негізі, егер біздің елімізде осындай тәжірибе жүзеге асса, ол қаншалықты экономикаға өз әсерін тигізер еді? Және осындай жеке тұлғалардың өзін банкрот деп жарияламауына, болмаса кредитке белшесіне баспауына қандай септік тигізер еді? Негізгі дұрыс болады. Қазіргі кезде осы жылда енді жаңа заң болады, банк туралы заң. Соның банк туралы заңда талаптары көбейту керек. Қазіргі кезде біздің банктер олар тек қана тұтынушылар несиеге арналған несиені беріп жатыр. Сол мақсатпен тек қана беріп жатыр. Олар пайдалы, оларға табыс беріледі. Сол шағын және орта бизнес деген қолдау олар мақсатқа жоқ деген несиені беру үшін. Сондықтан бізге талаптарды күшейту керек. Жеңіл несие, тұтынушылар жеңіл несие болмау үшін. Қатаңдату керек дейсіз ғой? Қатаңдату керек, сол. Мысалы, қазіргі кезде сюжетта болды ғой, 17 мың адам банкрот деген. Біздің төлем қабілеттілігін қалпына келтіру рәсімі өткен адам қанша білесіз ба? 10 адам ғана. 10 адам ғана сол рәсімді өтті. Бізде 3 бағыт бар, да? 2 бағыт сол банкрот туралы, сотсыз, сот арқылы, 3-ші бағыт қалпына келтіру деген төлем қабілеттілігін. Ол өте нашар көрсеткіш, мен ойымша ол жалпы экономиканың қалай көрсетіп жатыр да. Сондықтан мен толық келісемін Әселмен деген. Ол біздің халқыз жоспарлау деген жоқ бізде. Бізге қазіргі кезде керек сол да. Олар
сосын жеңіл несиені алып, сосын енді ала жазса төлейміз ғой, сол көре бастаймыз да, сондай бізде бар сондай. Сондықтан қаржылық сауаттылығын көтеру керек, сосын банктерге талаптарды қатаң істеу керек, сол олардың нақты деген кредиттік саясатты өзгерту керек. Сол мысалы сіз өз тарапыңыздан сарапшы ретінде қандай тетік енгізер едіңіз қатаңдату мақсатында? Қатаңдату деген сол кепілсіз деген несие болмау керек негізгі. Кепіл қою керек міндетті түрде. Кепіл болу керек, сосын анау қарау керек, табыстар бар ма адамдардың, жоқ па да. Төлем қабілеттілігі қарастыру керек, сондықтан олар деген уақыт беру керек адамдарда. Мысалы, қазіргі кезде емес, 5 минуттан ішінде несиені алып да, уақыт беру керек, сол кішкене ойлап. Сосын анау бізде тағы да заңға толықтырған енгізілді ғой. Енді анау отбасы болса, мысалы, сосын анау жақында тұрған, мысалы, жұбайынан рұқсат сұрау керек да, мысалы, мен осындай кредит алуға ниетім бар да, сен рұқсат бересің ба, рұқсат бермейсің ба. Сондықтан олар анау деген импульсивный деген несие болмау үшін да, мысалы. Жұбайы сұрағаннан бөлек, заң тарапынан, банк тарапынан да хабарласып сұрайды, е? Қазіргі заңның ерекшелігі. Жоқ, ешкім сұрамайды ғой, банктер ешкім сұрамайды. Ол банк қазіргі кезде мобильный приложение қосымша арқылы сол адам деген несиені алуға бар ғой мүмкіндік да, мысалы, бізде үлкен банктар бар ғой, соның ішінде алады. Автонесиеге қатысты автонесие ғана сол сұраныс бар да, сондай айтады. Нотариус хабарласып, рәсімдеудің алдында сұрап алады, жұбайынан. Сіздің жолдасыңыз... Тұтынушылық несие ешкім сұрамайды ғой? Тұтынушыға қатысты ештеңе сұрамайды. Сол ретте сіздің позицияңыз тұтынушылық кредит несие берерде талапты күшейту керек. Талаптар күшейту керек. Ол ипотека мен автонесиеде не үшін жұбайының келісімін сұрайды? Себебі бұл мүлік, жаңағындай ортақ мүлік, және ол мүлік кепілге қойылайын деп жатыр. Сол себептен жұбайының келісімін міндетті түрде алу керек, сол себепті сұрайды. Ал мынау тұтынушылық кредиттер күнде беріліп жатқан, банкпен болсын, микроқаржы ұйымдарымен болсын, олар бойынша ешкімнің отбасы мүшесінен ешкім сұрамайды. Бірақ оны өндіріп алар кезде бүкіл отбасы мүшесіне хабарласып, мазасын алады. Мазасын алады, қосарыңыз бар ма? Ипотека автокредит бойынша жұбайынан рұқсат сұрайды сату үшін. Кредит алу үшін емес, сату үшін. Ертең ол кредитті төлемесе, несиені, ертең сол рұқсатты көрсетеді. Сонда ертеңгі күні төлей алмай қалған жағдайда сату үшін сол рұқсатты алады. Екеуі де жауап береді. Екеуі де жауап береді. Сенің рұқсатың бар ғой. Рұқсаты бар, алдынан олар алып алады сол рұқсатын жұбайынан. Ертең сатқанда ешқандай проблема болмайды. Ал енді бір нақтылай кетейікші, қазір бізді көріп отырған көрерменге түсінікті болу үшін, жеке тұлға өзін банкрот деп санағаннан кейін қандай жауапкершілікке тартылады және қандай шектеулері бар оның? Мен айтқанда бақылау болады. 3 жылдың көлемде бақылау болады. Бақылау болады. Любой кірістер болса, мүлік болса, тоқтатылады. Кредиторлар құқығы бар, олар жою сол банкротты. Сосын 5 жылдың ішінде олар кредит аламайды, несие аламайды. Бұған бірақ ломбардтардан алынатын микронесие кірмейді деме? Олар кірмейді. Неге? Бізде бірінші кредиттік бюро бар. Любой азамат, әрбір азамат несие алса, бізде банк, микроқаржы ұйым хабарлама жібереді. Бірінші кредиттік бюро. Бұрынғы заңда 15 күн ішінде хабарлама жетеді. Азамат бір күннің ішінде 6 банктерде, 6 микроқаржы ұйымдарда бір күнде алып алады спокойно. Бұндай фактілер болады. Факті болды, Бірақ қазір кредит несие алсан, моментально, бір секунд ішінде хабарлама жетеді. То есть, уже аламайсың. Содан бірінші кредиттік бюро ол жақсы қадағалап отыр, қазір? Ал енді, мен жеке тұлғалардың банкроттығын шектеулер бойынша бір қоса кетейін деп едім. 5 жыл бойы ешқандай несие алмайсың дегенде, өзіміз айттық қой,
кредитті алғанда импульске беріледі деп. Сол сияқты кейбір азаматтарымыз мысалы банкроттық рәсімін қолдануға өтініш бергенде импульске берілген. Бір ойымна бүгінгі күндегі осы қарыздарды кешірсе екен, жойса екен деген сияқты не? Әйтеуір құтылып таза отырсам екен дейді ғой. Бірақ енді мынау кредитсіз өмір сүре алмайды ол. бірақ енді мына 1,5 жыл уақыт өтті ғой. 1,5 жыл тәжірибеде қазір енді бізде өзін банкрот деп танып, содан кейін хабарласып жатқан адамдар бар. Жаңағы біреулер айтады, менің аты жөнім Еговта, порталда тұр екен, мынау банкрот болды деген. Мен мысалы әртаман бизнес бірдеңе бастағым келгенмен, менімен жұмыс істегісі келетін серіктестердің көлемі азайып қалды деген сияқты. Сондықтан мен ол тізімнен алып тастаңыздар дейді. Енді біз бірден ескертіп өтейін, ол тізімнен ешкімді әзірге алып тастай алмаймыз. Банкрот деп танылды, себебі біз жаңағы борышкердің өзінің авторитеті бар дейміз, бірақ басқа тұлғалардың да мүддесін қорғау себептен, сондықтан банкроттың тізімі ол Егов порталында ілініп тұрады. Бір рет бердіңіз бе банкроттыққа болды, іліндіңіз? Егер банкроттық рәсімін жаңағыда қолдансаңыз, аяғына дейін жетсеңіз, осы банкроттық рәсімін қолданғандар тізімінде тұрады. Ал енді сол банкрот рәсімін қолдану үшін қазір көрермендерге түсінікті болу үшін айтайықшы, қайда бару керек, не істеу керек, кімге өтініш егер жазу керек? соттан тыс банкроттық рәсімін қолданғысы келсе, үйде отырып ол 5 миллионға дейін қарызыңыз болса. 5 миллионға дейінгі қарыз, 6 миллионға дейінгі қарызыңыз болса, ол қарызыңыз жаңағы қаржы ұйымдарының алдында болса, онда үйде отырып онлайн режимде Егов порталына кіріп, электрондық цифрлық қолтаңбамен қол қойып, тиісті өтінішті бере аласыз. Оған қосымша ешқандай құжаттар тіркеп керек емес. 15 жұмыс күні ішінде сол сіздің өтінішіңіз бойынша жауап келеді. Не қолданылады, не қолданамыз, не қолданбаймыз. Онда тек сот арқылы банкроттыққа. Тек сот арқылы, Халық қызмет көрсету орталығында тапсыруға болады. Сосын е-салық мобильдік қосымшаларына, Егов мобильді қосымшаларына беруге болады. Бірақ тағы ескертетін бір жайт, бұл жерде де импульсивті шешім қабылдамаған абзал, өйткені жүк ауыр, салмақ ауыр. Жүк ауыр, мысалы, қазіргі таңда өтінішті беріп, рәсімді қолданып, бірақ әлі аяқтамаған азаматтар бар. Солардың ішінен де бірталай өтініштер келіп түсіп жатыр. Мен мына рәсімді қалай тоқтатам деген. Себебі сол неге рәсімді қолдануға өтініш берген екен, одан кейін үйленіп жатыр екен, енді құтты болсын дейміз, үйленіп жатыр, ипотекаға үй аламыз деген сияқты ойлар бар екен. Егер де ол банкроттық рәсімін соңына дейін жеткізетін болса, онда 5 жыл бойы ешқандай ипотека рәсімдей алмайды. Және мынау барлығымыздың жақсы көретін қолданатын, күнделікті қолданып жүрген тетігіміздің бірі, ол магазинге барып, дүкенге барып, техникаларды бөліп төлеумен рәсімдейміз ғой. Міне сол жаңағы қызметте бұл тұлғалар үшін қол жетімсіз болып қалады. Сондықтан банкроттық рәсіміне жүгіну алдында ойланған дұрыс деп ойлаймын. Оған қарағанда сумасына қарау керек. Сізде несие болса, қаржы болса 5 миллион 900 мың, минимальный. Оған қарағанда қабілетін келтіру керек. Төлем қабілеті. Ол 5 жылға мүмкіндігі бар бөлуге. 5 жылға бөліп, рассрочка беріп, төлей аласың, сума аз болса. Үлкен сума болса 100 миллион, 200 миллион, оғанда банкрот уже жүруге мүмкін. Қараңыздар, қымбатты спикерлер, қазіргі таңда негізі жалпы адамнан айла асқан ба, осындай бір жобаларды, бағдарламаларды іске асырамыз, бірақ мына жақтан бір алаяқтар шыға келеді. Қазір қарап отырсақ, әлеуметтік желіден болсын, ғаламтордан болсын, мен сені жеке тұлғалардың банкроты тізіміне қосып беремін деп, өзінің жарнамасын жариялап отырғандар бар. Осы ретте алаяқтарға қандай жауапкершілік бар, қандай жауапкершілік арқалайды, оны қазір Zoom-нан қосылып отырған спикерімізден білейік, содан кейін заңгермен тағы да сөйлесе жатармыз. Бізбен байланыста Бибінұр Шералиева, қаржылық сауаттылық және алаяқтыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі сараптамалық кеңес мүшесі. Бибінұр ханым, сонымен жоғарыда біздің айтқанымызды естідіңіз, сәлеметсіз бе, тағы да қайырлы күн. Осындай
осындай құйтырқы әрекеттерге баратын алаяқтарға заң аясында қандай да бір шектеулер болмаса, қазіргі таңда оларды бұғаттау мақсатында жасалып жатқан шаралар бар ма? Бар. Жаңа мен алдында тыңдап отырмын. Мына банкротствода бір моментті айтып жіберейін деп едім. Иә, мархабат. 12 айдың ішінде адамның счетына вообще бір деген бір даже 100 теңге түспеу керек. Егер де хотя бы бір перевод ақша түскен болса, ол адам банкротта участвовать ете алмайтын. Это особый осы самый главный несін айту. Мән беру керек, иә, бұл жерде? Да, біздерде студенттер Жоқ, қазір бір айлық есептік көрсеткіш. Бибігүл ханым, қазіргі заңнама бойынша бір айлық есептік көрсеткіштің мөлшерінде екен. Болады бір сумасы. Яғни 3.932 теңгеден артық болмау керек, иә? Алаяқтардың несін айтайын. Біздерде 12 қалды ма, көп алаяқтар жаңағы адамдардың аттарына кредитті оформить етіп, без присутствия клиента. Заемщиктің өзі болмай, не қылғандар да олар судебный системада доказать ете алмай жүр. Соған следствие басталған кезде, егер оның присутствиясы болмай банкте алаяқтар онлайн оформить еткен кредит болса, сол кезде обязательно департамент полициядан или районный полицияға арызы жазып, регистрация ердер өтіп, потерпевший деген статус алса, на основании ердері можно сол кезде кредиттерді тоқтатуға болады банкте. Официально. Это официально, это 34-я статья, пункт 15, 20 августа 2024 году принятый. Это новый закон. Соған можете обратить внимание. Егерде в зале суда, если мошенничество, факт алаяқ доказаны болса, банк өзі списать ету керек бұл кредитті. Сол заңның ішінде осы прописано. 34 статья, пункт 15, 20 августа 2024 год. Принятый новый закон. Рахмет, Бибігүл ханым, иә? Тағы қосарыңыз бар ма? Тағда мен айтатыным, негізгі осындай мошеннический кредитке түсіп қалғандарға көп адамдар предложение жасап, сіз банкротствоға документтеріңізді тапсырың деп көбісіне агитационный жұмыс жүреді. Но ол дұрыс емес, потому что ол банкротствода человек добровольно алған кредит, добровольно өзінің присутствиясы, өзі қол қойып, а мошеннический кредитті оның присутствиясы болмаған. Иә, екеуінің ара-жігін ажырата білу керек, иә? Иә. Вот соны мен айтқым келгені, что қазіргі жаңадан кірген заңмен қабылдан адамдар пайдаланса болады соған. Рахмет, Бибігүл ханым, пікіріңізді естідік. Иә, заңнамадағы жаңа өзгерістерге қатысты айтып отыр бұл кісі. Бізде қазір жақсы, әр азаматқа жақсы мүмкіндік бар. егов мобайл қосымшада, сосын егов KZ электрондық үкімет сайтында жас қазір мүмкін бар. Өз еркімен тарту. Кредитке алмау үшін өз еркімен тарту бас тартады, иә? Бас тартады, иә. Қойсаңыз, ол біріншіден алаяқтар несие ала алмайды. Ол шектеуге қатысты ғой, иә? Өз-өзіне жаңағыдай импульсивті кредит алудан сақтандыру үшін өз-өзін. Біріншіден алаяқтар несие ала алмайды. Сосын несиені алса, сол өз еркімен тартылса, ол уже момент шешілді. Сондай заң бар. Демек, егов арқылы сіз өзіңізге шектеу қойып қойсаңыз, онда бұл сізге ертең сіздің атыңыздан бір алаяқ несие рәсімдеп қойса, сіз барып сотқа көрсете аласыз. Сотқа емес, банкке көрсетесіз. Банкке көрсетесіз, бірден жойылатын момент. Міне, бұл да үлкен мағлұмат. Қазір көрермендер көріп отырса, құлақ қағыз. Енді менің білуімше, былтыр президент өзінің жолдауында мектептерде қаржылық сауаттылықты үйрету бойынша сабақтар енгізілсін деді. Сол жоба қаншалықты жүзеге асты қазір? Енді біз бесігімізден бастауымыз керек қой, қалай болғанда да. Балалардан бастау керек қаржылық сауаттылықты. Олар да қазір ұялы телефондарын қолына алып отырып, ол жерде де көптеген қосымша ақылы болып кеткен қазір. Ақыл болып кеткен, және де мына ойындарды ойнап жатқанда, мына сол ойынның элементтерін сатып ал, былай істе деген сияқты ұсыныстар келіп жатады. Бірінші кезекте сол балаларымызды қорғау керек.
Бұл негізі оқу бағдарламасы, бұл біздің енді министрліктің құзыретіне кірмейді, бірақ енді менің білуімше оқу бағдарламасына тиісті өзгерістер енгізілді. Мынау қарызсыз қоғам деген үлкен жоба бар ғой. Сол Аманат партиясынікі? Аманат партиясынікі. Сол қарызсыз қоғамда барлық аумақтарда белсенді түрде жұмыстарын атқарып жатыр. Осы заңнамада мына болған өзгерістер бойынша, барлығы бойынша бізде ол кісілермен кездескен болатынбыз. Біз енді ол кісілерге түсіндіреміз, ол кісілер жағы осы жаңалықтардың бәрін халыққа жеткізуге тырысып жатыр. Негізі енді мынау барлық азаматтарымызға айтатыным, әрине, маған да шығады ол жаңағы әлеуметтік жүйені ашқан бетте қарызыңды бір күнде кешіріп береміз деген сияқты жарнамалар маған да шығып тұрады. Бірақ дегенмен барлығына сене бермей, мына 1414 номеріне, немесе сол өзіңіздің аумағыңыздағы қарызсыз қоғам өкілдеріне, тіпті болмаса әкімшілікке, әкімдікке барлығына баруға болады. Банкроттық, жеке тұлғалардың банкроттығы деп жариялау тегін жүргізіледі ғой? Әрине тегін. Оны білу керек, өйткені жарнама жасағанда ол кісілер ол үшін бөлек төлем алады. Төлем аламыз. Сосын олай, мысалы, мен сені банкрот деп жариялаймын деген жарнамалар ол бір бөлек. Және мысалы заңды түрде өздерінің қызметін жүзеге асыратын заң консультанттар бар, мысалы. Ол консультанттарға барсаңыз, ол жаңағындай заңның бүге-шігейін сізге түсіндіріп береді. Жіліктеп айтып береді, Қымбатты спикерлер, уақыт өте тапшы, сол себепті де сайып келгенде барлығы қаржылық сауаттылыққа кеп тіреледі. Осы ретте бір-екі ауыз сөзбен түйіндейікші бағдарламаны. Еліміздегі азаматтардың қаржылық сауаттылығын арттыру үшін не істемек керек? Заңгер мырза. Біріншіден, ең бас проблема, көбісі мен банкроттық іс жүргізгенде сұраймын, сіз қайда ақшаны жібердіңіз? Көбісі айтады, мен қаржы пирамидаға жібердім. Біріншіден, сол әрбір азаматқа айту керек, қаржы пирамидаға ақша алу керек емес. Қаржылық пирамидалардан аулақ жүру керек. Аулақ жүру, ол екінші алаяқтар. Жақсы, экономист мырза, өзіңізден? Да, халыққа айту керек, жеңіл табыс деген жоқ. Ол жеңіл табыс жоқ. Сондықтан отбасынан бастап, енді балалармен жұмыс жасап, осындай әрбір табыс деген ол еңбекпен келеді. Қазіргі позиция басқаша ғой, жастарды. Да, соны айту керек, сосын қаржылық сауаттылығын көтеру керек, сол мектептерде, сосын басқа бүкіл жан-жақтан жұмыс жүргізу керек. Содан кейін сіздің позицияңыз тұтынушылық кредит берерде қатаңдату керек, қатаңдату керек. Талаптарды қатаңдату керек. Рахмет, Балғын ханым. Енді қаржылық сауаттылықты арттыру үшін айтып отырып қой, мектептен бастап, мысалы өзге елдердің тәжірибесінде, мысалы Япония сондай деп айтады, оларда сондай бар дейді қаржылық сауаттылық. Мектеп қабырғасынан бастап, бастауыш сыныптардан бастап, жаңағы қаржылық сауаттылық туралы бір бөлек сабақ болса, дәріс болса. Және де мүмкіндік болса, мынау интернет жағынан шамалы қорғау болса. Бұл енді бәлкім ата-аналардың өз жауапкершілігі шығар, Көп рахмет сіздерге уақыт бөліп студиямызға келгендеріңіз үшін. Қымбатты көрермен, дамыған елдердің тәжірибесіне қарайтын болсақ, несиеге жұмсалатын қаражаттың көлемі табысының 20%-нен аспайды екен. Бізде қалай? Біз тегін беріп жатқанда үйіп төгіп аламыз, ендігі ретте өзімізді жеке тұлға ретінде банкрот деп танымау үшін, оның ауыр салдарын арқаламау үшін қазірден бастап қаржылық сауаттылығымызды арттырғанымыз абзал. Бүгінге осы, аман болыңыздар.